Қауіпсіз жол жобасы шеңберінде әкімшілік полиция қызметкерлері автобустар мен техникалық жай-күйін тексеріп, жүргізушілердің қолданыстағы заңнаманы сақтауын алдын ала техникалық тексере отырып, балалардың толықтырып ұйымдастырылып тасымалдауды ұйымдастыруды жүзеге асырады. Аталған іс-шара жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Ағымдағы жылы полиция қызметкерлерімен 100-тан астам балалар тобын демалыс орындарына тасымалдау ұйымдастырылды. Жол қозғалысы қатысушылары Қазақстан Республикасының қозғалыс ережелері туралы талаптарын сақтауды сұраймыз.